Израиль қауымынан құлшылығы түгел бір мұсылман тақуажан болады. Оған бір топ кісілер келіп, ауылдың маңынан бір ағашқа адамдар жаппай барып құлшылық етіп жатыр деп хабар береді. Ол оқиғаға әлгі тақуа кісі ашуланып, үйіндегі балтасын алып жолға шығады. Сонда алдынан шалдың кейпінде шайтан жолығып, қайда барасың деп сұрайды. Әлгі тақуа кісі осындай жерден ағаш шығыпты, адамдар оған табынып жатыр екен, сол ағашты түбімен шабуға барамын дейді. Сонда әлгі шал, яғни шайтан, мен саған оның түбімен шабылуына рұқсат бермеймін дейді. Рұқсатты беретін бермейтін сен кімсің деп тақуа кісі екеуі алпарысып төбелесе кетеді. Бірнеше сәттен кейін жеңілген шайтан екінші ұсынысты, яғни қулыққа асып уәсуәсе бастайды. Саған мен керемет бір ұсыныс айтайын. Яғни күніге саған 3 алтын беріп отырам. Сен сол алтынды ал да жетімдерге, жесірлерге, ағайын туыстарыңа таратып, өте көп сауап алмайсың ба? Бұл ағашты кессең бір сауап, алтынды қайырымдылық қып таратсаң өте көп сауап емес пе дейді. Оның яғни азғырғанына алданған әлгі тақуа жарайды деп кете барады. Бір күн, 2 күн алтын шығады. 3-ші күні жастығын ашса, алтын жоқ болып тұрады. Осы оқиғадан кейін ашуланған әлгі тақуа кісі қайта балтасын алып жолға шығады. Келе жатса, шалдың кейпіндегі шайтан алдынан шығып, қайда барасың деген сұрағын қайта қояды. Әлгі ағашты түбімен шабамын деген жауабын қайта айтады. Осылайша екеуі әдеттегідей арпалыса төбелесе түседі. Сол сәтте шалдың кейпіндегі шайтан тақуа мұсылманды жерге алып ұрады. Жерде жатып таңырқаған мұсылман: мен өткенде сені жеңетін күшім бар екенін білдім, және сені жеңдім. Бұл жолы мен қалай жеңіліп қалдым деген сұрақ қояды. Сонда шайтан: өткенде сен Алланың разылығы үшін ниет етіп шығып едің. Сондықтан Алла Тағала менің күш қуатымды алып қойып, сен мені жеңіп едің. Бұл жолы сен Алланың разылығы үшін емес, шықпай қалған алтын үшін келмедің бе дейді. Құрметті жақсылар, әрбір амал ниетке байланысты. Ниеттеріңіз жаңалап, Алла үшін ұлы істерді жасауды сіздермен біздерге нәсіп етсін. Алла Тағала адамдардан болған, жын шайтаннан болған азғырулардан сақтасын. Ізгі амалда бірге болайық.